Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз тұрғындарға қызмет көрсетумен байланысты қоғамдық мекемелерде, ұйымдарда және бизнес нысандарында балаларға арналған қауіпсіз әрі достық инфрақұрылым құру жөнінде әңгімелесеміз. Курс барысында білетіндеріңіз: отбасылық достық тәсілдеме сіздің бизнесіңізді еселеп, беделіңізді қалай арттырады? Қоғамдық мекемелердегі балалар қауіпсіздігін ұйымдастыруға қойылатын заңнама талаптары қандай? Сіздің компанияңыздың жұмысында отбасылық достық экожүйені қалай құруға болады? Балалар тауарлары мен қызметтер нарық әлемдегі, Орталық Азия өңірі мен Қазақстандағы тұрақты өсуді көрсетеді. Қызмет көрсету мен отбасылық тұтынушыларға арналған қызметтерді дамытуды сауатты біріктіру бизнестің беделі мен табыстылығына оң ықпал етеді. Қазақстандағы тұрғындар мен мәдени дәстүрлердің белсенді өсуін ескерсек, отбасылық бағытталған бизнес әрдайым тиімді болмақ. Мейрамхана иелеріне арналған мысалды қарастырайық. 3 баласы бар ата-ана мекеменің ең тиімді клиенттері болатыны сөзсіз. 5 адам бір үстелге отырып, көп тапсырыс береді. Жеке клиент көбінесе таңғы асқа немесе түскі асқа келеді. Іскерлік түскі асқа тосушылары көбіне жеңілдігі бар ланч мәзірді таңдайды немесе тиімді сағаттар кезінде келуді жөн санайды. Мұндай мекемелерге аналар әдетте клиенттердің басқа топтары кеңседе немесе басқа да жұмыспен айналысатын жұмыс күндері күндізгі уақытта келеді. Балалары бар отбасылық жұптар көбіне демалыс күндерінің таңғы немесе түскі уақыттарын таңдайды. Егер сіз балаларға арналған қауіпсіз демалысты, балалар мәзірін, бала емізуге және жөргектеуге арналған бөлмені ұсынсаңыз, сіз міндетті түрде пайдаңызды еселеп, беделді клиенттерге ие боласыз. Мекемеге мемлекеттік қызмет алу үшін келген нәрестесі немесе мектепке дейінгі шақтағы баласы бар, және ол үйде қалып қойған немесе қасында жүрген және мекемеге мемлекеттік қызмет алу үшін келген ананың қобалжуы арта түсетіні анық. Мұндай келуші қатты асығып, абыржи түседі. Үлгі толтыру кезінде қателікке бой алдырып, үлкен кезекке тұрып қалса, ашулануы мүмкін. Егер ХКО мен басқа да мемлекеттік мекемелерде балаларға арналған кішігірім ойын алаңдары, емізу мен жөргектеуге арналған жеке орындар болса, аналар қабылдауға балалармен бірге келіп, үйге қалған баласы немесе қарны ашып қалған нәрестесі үшін алаңдамайтын еді. Көп жағдайда баласы бар ата-ана жеке келушіге қарағанда көбірек сауда жасайды. Дегенмен, баламен бірге дүкенге сауда жасауға келген келушілердің өзін барынша ыңғайлы әрі қауіпсіз сезіну үшін дүкен иелері барлық жағдайды жасауға тырысқандары абзал. Мына мысалдардың қысқаша шолуы балалары бар ата-аналардың бизнес үшін әлде қайда тиімді әрі беделді екенін көрсетеді. Мекемеге баласымен келуге мүмкіндігі бар ата-ана баласының ыңғайлы әрі қауіпсіз жағдайда көз алдында жүргенін көріп, кезегін сабырмен күте алады. Құжаттарды толтыру кезінде қате жібермейтін болады.